Джеки Чанның маған ұнайтын топ 3 киносы. Бірден айтайын, барлық фильмдарын жақсы көрем, бірақ топ 3 деп айтып көрейік. Үшінші орында «Вокруг света за 80 дней». Фильмнің сюжетінде Филлис Фок есімді ғалым 80 күннің ішінде бүкіл әлемді шарлап шығам деген париға отырады. Қасына паспорту деген көмекшіні Джеки Чанды алып алады. Өте қызықты оқиғалары бастарынан кешеді. 80 күнде үлгере ме, үлгермей ме, өздеріңіз көз жеткізесіздер, көруге кеңес беремін. Екінші орында сүйікті фильмдардың бірі, 1000 рет қайталап көрген шығармын, «Смокинг». Сюжетінде ерекше смокинг болады, кім киеді, сол суперменге айналады. Көп айтудың қажеті жоқ, көру керек, кеңес беремін. Ал бірінші орында мен үшін ерекше туындылардың бірі «Саудаға түскен сәби». Бұл жерде Джеки Чан лузер қарақшының рөлін сомдайды. Кішкентай нәрестені ұрлап кетіп, ақша талап етеді. Бірақ әкелік сезімдері оянып, сатқысы келмей, қамқорлық көрсете бастайды. Өте қызықты фильмдардың бірі, көрмегендер көру керек. Ал сіздер үшін ең мықты фильмдері қандай, оны комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Сәттілік.